Жомарт түлек Тараз күні кеше осындай атаумен Таразда түлектер кездесуі өтті. Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған кездесуге сан салада елдің дамуына сүбелі үлес қосып жүрген танымал тұлғалар жиылды. Кездесуге 600-ге жуық түлек қатысты. Біреулер кездесуге жеке қатысса, енді бірі онлайн форматта бейне байланыс арқылы тамашалады. Кездесуді ашқан Тараз қаласының әкімі Ержан Жылқыбаев игі шараның маңыздылығына тоқталып, қаланың демографиялық жағдайы жыл сайын жақсарып келе жатқандығын атап өтті. Бердібек Машбекұлының үндеуімен Таразға тарту деп, Тараздың түрленуіне, гүлденуіне үлес қосатын 40-тан астам жобаларды қолға алдық. Қазір әрбір аудан сол бір жобадан бекітіліп, әрбір басқарма, әрбір осы елден шыққан меценаттар жағы видеодан көрдіздер, барлығы осы қаланың гүлденуіне үлес қосу жұмыстарын бастап кетті. Біздің депутаттарымыз да бар ішінде, сол бастамаларға біз сәттілік тілейміз. Бұл кездесудің басты мақсаты жас ұрпаққа танымал азаматтардың және түрлі салада жұмыс істейтін жамбылдықтардың өнегелі табысты өмір жолын жастарға көрсету болды. Және де туған жердің әлеуметтік мәселелерін шешуге біздің облыстың тумаларын тарту екені тілге тиек етілді. Жомарт түлек, Тараз түлектер кездесу дегенде тәуелсіздік бастама жылдары ойымызға да кірмейтін. Өйткені ол кезде жағдай да басқаша еді, жұмыс та басқаша еді, елдің де жағдайды басқаша еді. Бірақ соған қарамастан ел басының бастамасымен, ел басының жомарттылығымен, мықтылығымен осы міне 30 жылдың ішінде біраз істер бітті. Таразда меценаттардың бастамасымен игі істер атқарылып келеді. Биылда жомарт түлектеріміздің бастамасымен оқушылар сарайы, анаға тағзым, үстел теннисі орталығы, өнер үйі сияқты 5,4 миллиард теңгеге ауқымды жобалар басталып кетті. Асарлатып үй салу жобасы аясында 15 үй соғылады. Осылайша туған топырақтан қуат алып өскен әрбір әулиеталық түлек егемен еліміздің игілігін еселей түсуде. 2004 жылы олимпиада чемпионы болған кезде өзім атыма бокс сарайы салынды. Өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда сол жерде 700-ге жуық бала күндігіне денсаулығын реттеп нығайтып жатыр. Денсаулық қана өздеріңіз білесіздер, бәсекеге әрқашанда қабілетті. Кейін өсе келе өздеріңіз білесіздер, қызмет жасап, ауыл әкімі болдық. Осы облыста спорт басқармасының басшысы болып жұмыс істедік. Кейіннен Қанат Алдабергенұлы Бозымбаевтың қолдауымен Тараз арена ғимаратын сол басқарма басшысы болған кезде соққанбыз. Ол жерде қазір өздеріңіз білесіздер, барлық Таразымыздың жеткіншектердің бәрі денсаулықтарын жетіліп беруде. Осындай игі жақсылықтар көп болсын. Кездесуде еліміздің дамуына елеулі үлес қосқан Жамбыл облысының танымал тумалары өздерінің жетістіктерімен және туған жері туралы естеліктермен бөлісті. Айта кетерлік жайт, қазіргі уақытта Жомарт түлек жобасы аясында Жамбыл түлек KZ сайты іске қосылды. Қазір оған өз мектептерімен байланыста болатын 14 мыңға жуық түлек тіркелген. Дәурен Доғдырбай, Сұлтан Жорабай, Мирбек Сауранбай, Жеті News.